Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен Жамбыл облысы Жамбыл ауданы номер 1 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Әбжентаева Светлана Пердешқызы боламын. Бүгін мен сіздермен бірге әдебиеттік оқу сабағы 3 сынып бойынша су тіршілік көзі бөлімінде өзеннің пайдасы Ыбырай Алтынсариннің өзен өлеңімен танысамыз. Бұл сабақта біз өз ойымыз бен сезімімізді көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізуді үйренеміз. Балалар, Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин қашан, қай жерде туылған? Ыбырай Алтынсарин туралы не білесіңдер? Ыбырай Алтынсариннің қандай шығармаларымен таныспыз? Қазақстандағы қандай өзендерді білесіңдер? Сонымен бірге өзіміздің ауылымызда қандай өзен бар? Ол туралы не білеміз? Балалар, суретке қараңдар. Суретте не бейнеленген? Таза ауа, мөлдір судың адамға қандай пайдасы бар? Сурет саған қандай әсер етті? Енді ойланып жауап беріңдер. Жер ана, табиғат адамдарды өте ерте заманнан асырап келеді. Адамдар табиғатты дұрыс бағаламай келеді. Түрлі қоқыстар тастайды. Табиғат таза болу үшін не істер едіңдер? Кәнекей, өз ойларымызбен бөлісеміз. Тыңдалым. Балалар, бүгін біздер Ыбырай Алтынсариннің өзен өлеңімен танысамыз. Өлеңді мұқият тыңдаңдар. Таулардан өзен ағары сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса, бір қалыпта, аралап таумен тасты арқыраған. Көңілің суын ішсең ашылады, денеңнен бар дертіңді қашырады. Өксіген оттай жанған жануарлар өзеннен рахат тауып басылады. Қынарда тілсіз тұрған тоғайлары шуылдап желмен бірге бас ұрады. 10 мың мал айдап өтсең лай қалмайды, тасыса су бармаған сай қалмайды. Тасыған өзен судың қуатымен көк шалғын шөп бітпеген жай қалмайды. Ел қыстап күн көреді жанабында, дәм болар алуан балығында. Тас таста, алтын таста, сынамаққа, сонда да аққан өзен қалыбында. Балалар, сендер өлеңді оқи отырып, түсініксіз сөздердің астын қарындашпен сызып отырыңдар. Сол өздерің түсінбеген сөздер арқылы сөздікпен жұмыс жасаймыз. Қынарда, бұл жерде жағасында, өзен жағасында деген мағынада беріліп тұр. Жанабында, маңайында деген мағынаны беріп тұр. Балалар, енді бір сәтке бейне ролик көруге дайындалыңдар. Еліміздегі өзендер саны шамамен 85 мыңнан асады. Оның 84 мыңдайы шағын, 300-дейі орташа және 20-дан астамы ірі өзендер. Шығыста Алтай, оңтүстік шығыста Жетісу және Іле алатаулары сынды ылғалы мол таулы өңірлердегі өзендердің жиілігі басқа өңірлерге қарағанда жоғары. Ең суы мол өзен Ертіс. Оның еліміз бойынша ұзындығы 1700 шақырым болса, жалпы ұзындығы 4248 шақырым. Жоғарғы ағысына Бұқтырма және Өскемен сынды екі ірі су электр станциясы салынған.
Ұзындығы жағынан екінші орында Сырдария. Елімізден өтетін ұзындығы 1400 шақырым, ал жалпы ұзындығы 2219 шақырымды құрайды. Ал Балқаш көлі алқабындағы ірі өзен Іле. Оның еліміз аймағындағы ұзындығы 815 шақырым болса, жалпы ұзындығы 1001 шақырым. Өзен арнасына үлкен Алматы каналы салынған. Батыс Қазақстан жерін негізінен Жайық өзені суландырады. Ол оңтүстік Оралдан басталады. Елімізден өтетін ұзындығы 1082 шақырым болса, жалпы ұзындығы 2428 шақырым. Сондай-ақ ірі өзендер қатарына Есіл, Тобыл, Елек, Шу, Торғай, Ырғыз, Сарысу, Нұра, Талас, Ойыл, Жем, тағы басқа өзендер жатады. Бұлардың кейбіреуінің деңгейі жазда төмендеп, бірқатары мүлдем тартылып қалады. Көктемде қар суымен толысып, қайта тасиды. Жем өзені Мұғалжар тауынан бастау алып Каспий теңізіне құяды. Суы көктемде тасиды. Кей жылдары теңізге жетпей, сорға сіңіп кетеді. Өзен жағалары құм мен саздан түзілген. Суы мұнай кәсіпорындарына, егістік жерлерді суғаруға пайдаланылады. Сарысу өзені Сарыарқа шоқыларынан басталып, Жақсы Сарысу және Жаман Сарысу бастауларында қосылады екен. Ұзындығы 781 шақырым. Нұра өзені де Сарыарқаның Аласа тауларынан бастау алады. Қорғалжын көліне құятын өзеннің ұзындығы 978 шақырым. Қазақстан өзендерінің жылдық су қоры шамамен 105,3 миллиард кубты құрайды екен. Мұның 54% еліміздің аумағында, 46% көрші мемлекеттерде. Мінекей балалар, бейнебаянды тамашалай отырып, біз Қазақстан өзендерімен таныс болдық. Енді балалар, дәптерлерімізді ашып, дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерге бүгінгі күннің ретін жазамыз. Тақырып: өзен, Ыбырай Алтынсарин. Дәптермен жұмыс жасаған кезде балалар дәптерді көлбей қойып, ережені толық сақтай отырып, көркем, таза, сұлу жазамыз. Семантикалық картада көркем сөздер бейнеленген. Мысал үшін, сарқыраған. Бұл неге байланысты айтылды? Шөпке ме, әлде өзенге ме? Жоқ, жануарлар немесе балықтарға қарата айтылды ма? Сарқыраған сөзі демек өзенге қарата айтылды. Белгілейміз. Алуан. Бұл неге қарата айтылды? Бұл алуан балықтарға қаратылы айтылды. Айнадай жарқыраған деп, әрі қарай осындай ретпен дәптермен жұмыс жасаймыз. Балалар, адамдар неліктен суды құрметтейді? Өз ойларымызды білдіреміз. Кестедегі көркем сөздерді пайдалана отырып, өлеңді қара сөзбен әңгімелеңдер. Үйге, өлеңге сүйеніп, өзеннің пайдасы туралы мәтін құрастырамыз.